Менің гүлдерім тұр. Столько цветов я на свой день рождения никогда еще не получала. Біздің қатысушы Еділдің гүлі, Аргеннің гүлі кішкене солып қапты жолда. Ертең тірілту керек, бірдеңе жасап. Біздің редактор Айдана мен редакторлардың гүлі. Өзімнің айтушым, менің айтуыным. Мен қолдаушым гүлі. Еще мына жақта тағы гүлдер бар. Қолдаушылардың тоже гүлі. Мына кішкене жолда солып қалды. Бірақ иісі керемет. И мына жақта Сәулеша мен Мадиналардың гүлдері тұр. Блин, так приятно. Мынау менің атамның жіберген қоқоңгіләс. Они такие вкусные, просто. Келіп енді жеп жатырмын. Еще ойлағам ғой, жолда бұзылып қалады шығар деп. Вообще бұзылмаған. Смотрите, какие классные. Вообще супер. Мир бар. Вот у меня так. Включи поесть. Ну как это выглядит со стороны, да? Өзім бар. Недоделанные блогеры. Фонтом. Телефонды тастап. Ребят, дай фон. Саған не жоқ? Сам өте қатты ауырып тұрмын, бірақ ну нормально, все окей, все хорошо. Короче, ертең Төлтенген форсажға барамын. Жалғыз өзім, ертең киноға барып өзіме уақыт бөліп, кешкі 6-да жұмысқа келуім керек. Бәрі мақтап жатыр киноны, я тоже хочу кино. Ақыры мен ешкім алып бармайды, өзім ақша құртып барамын ертең. Киім алуға келдік. Кішкене. Жалпы не істеп жатсыздар, кештеріңіз сәтті өтсін. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Тек жақсылық болсын. Кішкене ғана шашап тұрмын. Так бәрі жақсы. Бірақ не істейіп шашағанымды өзім білмеймін. Ей жандарым, аман болыңыздар. Кете бер деп тұрсың ба? Жоқ, қызғанса неге қуанбайсың актері? Қызғанған сен жақсы көретін ғой. Күшті. Екеуі жаман унитаз деп унисон. Данияр Ханзада қайда жоғалып кетті деп айтып жатқан жандар Данияр үндемей жүріп үй алып алды, короче. Бәрімізге жақсы болсын еді. Люстрасының өзі $1000 тұрады екен. Құтты болсын, Данияр. Жақсы. Ойбай. Бұл да ойнатады да кәнса. Бұйырса жақсы болсын осындай. Ашық баласын. АДК. 10 этаж. Қала. Керемет үй. Бұйырса аламыз. Аман есен үйге келдік. Өз үйім өлең төсек кім деген осы. Жалпы бүгінгі күн өте керемет өтті мен үшін. Және сіздерге тағы бір нәрсе айта кетейін. Қандай да бір адам, бір бөтен біреу сізге өзіңізге, жеке өзіңізге бөтен біреулер ақша сал десе, салмаңыздар. Қазір осындай жағдайлар көптеп орын алып жатыр ғой. Маған біреудің атын жамылып, маған ақша салыңыз, мен сізге осындай. Жерден шықтық. Кстати, бүгін бізге парный киім келді. Бұйырса ертең эфирге келесіз. Ертең эфирге келеміз. Ертең эфирге келесіз. 30-да жіберіп алмаңыздар бізді. Ертең айтты, аны не азыр айтып отырсың. Азыр болса, я по делам. Нұрдәулет тренировкаға кетеді. Пастау керек. Паста. Бұйырса июльде тағы да төбелес. Бой. Шандай, в общем. Слишком много Нурдаулета. Решила лучше себя показать, чтобы и меня не забыли. Полюбуйтесь мной. В общем, опять Нурдаулет. Быстро, шустро. Тамақтан алалы дедік. То жұмыштар көп. Пойдем кетеміз. Не болды? Приятного. Покушали с Нурдаулетом. Он поехал на тренировку.
своим делам. Помните, я сегодня утром только закинула сторис, просила у вас, как открыть мне счет с банком, как открыть карту. Многие мне писали. Спасибо. Сейчас я еду наконец-то решить эту проблему. Наконец-то у меня будет своя карта. Все мои деньги и все. Хорошо? Возьмите, нет, нифига я ничего не возьму, реально. Отправьте все мои деньги. Либо сейчас наличками даете мои деньги и все. Мен кете берейін. Хорошо? Я ничем не могу помочь вам. Сообщение қайдан келді оны мен түсінбедім. Не үшін жібересіз счет ашылды деп. Ойланып жатсыз ба, мен барлық ақшаларымды сол картаға жібердім ғой, сол счетқа. Я все понимаю.